Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай құрамы қарапайым заттардан тұратын өте дәмді пирогтың рецептісімен бөлісемін. Бұл пирогты міндетті түрде дайындап көріңіздер, жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен тартылған етімізді үстіне үккіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Пиязымызды үккіштен өткізіп қосамыз. Картобымызды үккіштен өткізіп, видеода көрсетілгенде артық суын алып тастап қосамыз. Үстіне бір жұмыртқа және дәміне қарай тоз, бұрыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып алған соң, табамызға май жағып, салмамызды дөңгелекше пішінге келтіріп, салып шығамыз. Барлығын осылай дайындап аламыз. Ендігі кезекте қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге айран қажет болады. Айранымызға жұмыртқа салып және майонез салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып алған соң, қамыр қопсытқышымызды және де ұнымызға тұз қосып, осы қамырға біртіндеп салып араластырамыз. Пирогтың құрамына қосатын барлық ингредиенттерді төменде описание бөліміне қалдырамын. Алда шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін подписаться және де қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Осымен қамырымыз дайын. Дайын болған қамырымызды табамыздағы етке бір келкетіп, барлық жеріне жететіндей қылып құйып шығамыз. Мінекей осындай болып шықты. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет, ас болсын.